Түркі дүниесінің рухани темірқазығына айналған Қожа Ахмет Яссауидің хикметтері ұлы даланың ғасырлар бойы қалыптасқан мәдени коды. Оның даналыққа толы өсиеттері тек діни насихат қана емес, халқымыздың дүние танымы, адамгершілік ұстанымы, өмір сүру салты мен рухани болмысын танытатын құнды мұра. Яссауи ілімі арқылы түркі халықтары исламның гуманистік құндылықтарын ұлттық таныммен үйлестіріп қабылдады. Яссауи хикметтерінде адалдық, сабыр, мейірім, қанағат, кішіпейілділік секілді ізгі қасиеттер кеңінен насихатталады. Бұл ұстанымдар қазақ халқының дәстүрлі дүние танымымен үндесіп, ұрпақ тәрбиесінің өзегіне айналды. Сондықтан хикметтерді тек әдеби немесе діни мұра ретінде ғана емес, ұлттың рухани жадын сақтап тұрған мәдени код ретінде бағалауға болады. Бүгінде жаһандану дәуірінде ұлттық болмысты сақтау мәселесі өзекті. Осы орайда президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаев Яссауидің қазақ дүние танымындағы орнын насихаттаудың маңызын айтып келеді. Оның хикметтері ұлы даланың ғасырлар сүзгісінен өткен рухани тәжірибесі мен құндылықтарының көрінісі. Бұл біздің ұлттық бірегейлілігімізді айшықтап, әлемдік өркениеттен өз орнымызды табуға мүмкіндік береді.